достар, сендермен қазақша шахмат каналы. Және де бүгін мен сендерге северный гамбит, яғни солтүстік гамбит туралы көрсететін боламын. Ақтар E4, қаралар E5. Ақтар пешкамен нападать етеміз. Қаралар көбінесе начинающийлар жейді. Тағы нападать етеміз. Начинающий тоже жейді. Слонды шығарамыз. Олар жеген кезде біз оларды жейміз. Осы кезде біздің екі слон өте жақсы атып тұр, және біздің позиция жақсы. Осы кезде олар ферзбен біздің ладья жаққа шабуыл жасауы мүмкін. Себебі ладья бұл жақта қамалып тұр, көріп тұрсаңыздар. Ал осындай кезде біз не істейміз? Біз осындай кезде оларға шабуыл жасаймыз. Және де олар жеуі мүмкін. Жесе біз екінші шабуыл жасаймыз. Оның қашатын тек бір жері қалды. Осы ходтан кейін біз шах беріп, король бұл кезде жейді, және де біз екілік соққы қойып ферзді ұтып аламыз. Ал осы кезде олар бізге шах берсе, біз коньмен осылай, немесе корольмен жай ғана жабасақ болады. Корольмен қашып кетсек болады. Немесе коньмен сөйтіп істеуіміз. Және де бұл кезде бізде өте жақсы позиция. Себебі біз ферзге нападать етіп тұр. Ол қашу керек. Қашқаннан кейін ладья жақты ешкім қорғамайды. Ал соның арқасында біз слонмен ладьяның қасындағы пешканы жеп, оған нападать ете аламыз. Көріп тұрсаңыздар, слон тұрған қара линияда ладья тұр ең шеткі жағында. Ал егер де слон пешканы жесе, ладья қамалып, оны жеуге шанс көп. Бірақ та бұған ферзь мешать етіп жатыр. Сол үшін ферзь қазір аттың нападать еткеннен кетіп, өзінің ладьясын жоғалтып алуы ықтималдығы көбірек. Осындай северный гамбит түрлі нелерін көрсетеді. Оның түрлі ловушкалары бар. Северный гамбитта біз басында үш пешкамызды кетіріп, бірақ та ең соңында өте мықты позицияға жетіп үлгердік. Осы кезде қашуға болады, немесе атпен жаба салсаңыздар болады. Және де бағана көрсеткен екілік соққы да бар. Осындай күшті ловушкалармен сіздер ұтасыздар деген ойдамын. Бәріңізге көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.